Сәлеметсіздер ме? Білім сапасын арттыру мақсатында облыс көлемінде ұйымдастырылып отырған телесабақтар марафонында Алматы облысы Алакөл ауданы Шарал қазақ гимназиясы ұстаздарының тәжірибесімен бөліспекпіз. Білім негізі бастауышта демекші, бастауыш саты білім, дағды, іскерліктің қалыптасуының бастамасы болып табылады. Сондықтан оның сипаты мен мазмұны, оқытудың әдістері мен формалары қазіргі жағдайда жан-жақты талданып отыр. Бастауыш сыныптың негізгі міндеттері жеке тұлғаны дамытып, оның алғашқы қалыптасуын қамтамасыз ету, білімге деген сенімін нығайту, іскерлігі мен дүниетанымын қалыптастыру, пәнге деген қызығушылығын оятып, ынтасын арттыру болып табылады. Ендеше осы міндеттерді жүзеге асыратын басты тұлға ұстаз. Мен осындай мықты ұстаздарымыздың бар екенін мақтанышпен айта аламын. Соның дәлелі ретінде ұйымдастырылып отырған телесабақтар марафонына бастауыш сынып мұғалімдерінің бірнеше сабақтар топтамасын ұсынып отырмыз.